Бүгін менің туған сіңілім Райханның ұзатылу тойы. Я менің танитындарым, достарым, ауылдастарым ойлауы мүмкін, қалай Айгүлдің туған сіңілісі жоқ еді ғой. Әпкесі бар еді, інісі бар еді, бірақ қалай ол туған сіңілім деп кімді айтып отыр деулеріңіз мүмкін. Я біз үйде үшеуміз бір жатырдан шыққан, яғни менің алдымдағы әпкем, екінші менен кейін інім. Ал Райхан төртінші кішкентай сіңіліміз, ол біздің екінші шешеден, Нұрбала апайдан. Біздің шешеміз бір жатырдан туған үш баламыз, Гүлсім шешемізден туылған, ал Нұрбала шешемізден Райхан туылды. Ылғи да бір өзімнің әңгімелерімде, сұхбаттарымда мен оны жиі айтамын, сіздер жаттап алдыңыздар ғой менің өмірімде. Әкем шешемен ажырасқаннан кейін Нұрбала есімді қазіргі Райханның анасына үйленеді. Сол кісіге үйленгеннен кейін өмірге енді Райхан келеді, бір қыз, өзі бізден аумайды. Деген қалай, жалпы сол Райханның бүгін ұзату тойы. Және де әкем өмірден өтіп кеткеннен кейін, әкесі болса, әкесі өзі жасап ұзататын еді. Әкемнің орнына өзімнің туған інім түгел тойды, ұзату тойын жасап, атқарып, жасап беріп жатыр. Яғни әкенің орнына әке болып. Енді қараңыздар, қалай бұл деп кейде бір қазақтың миындағы өлшемге сыймайды. Бізде қазақтың өлшемінде ажырассақ, Құдай-ау, бір жауласу керек, өлер өлгенше ата жауына айналып, бір артық сөзді айтып, жарысып, бір қызық дүниелер бар да. Мен оған бір күнде келген жоқпын, достар. Менде де мынандай таудай обиданы көтеріп алып, жүректі тастап талай жылдар жүргенмін. Бірақ соның барлығы жұмыс арқылы, психологпен жұмыс арқылы, өзімен жұмыс арқылы, оқу арқылы, даму арқылы, не керек, мына бүкіл шәріктерді, мидың ішінде мусорды тазалап, полкасын тазалап, пазлдардың бәрін орнына қойып жасағанша әрине жылдар өтті. Психологпен жұмыс жасау, өзіңнің миларыңмен жұмыс жасау, соның бәрін орнына қойып, мынау родственный байланыстың барлығын дейміз ғой, орнына қою дегенде ертерек, егер мен шешем соны біліп жасаған кезде, шешемнің мықты ұстаздар, наставниктер болғанда, біз баяғыда араласар едік. Мүмкін тіпті әке шешем ажырасқаннан кейін де біз бірден араласуымызға болар еді. Мен мысалға өзім ажырасқаннан кейін, көрдіңіз бе, чип қалай, менің шешем ажырасты, одан ол тағдыр маған келді деген сияқты. Бірақ мен дер кезінде, бірден айтпайын, бір алдыңғы бір 2 жылда, 3 жылда деп, бірақ дер кезінде, бір мүмкін 5 жылдан кейін бекен, мен жайлап жұмысты жасап, қолыма алып, өзімді жеңіп, өзімнің баламды әкесінен бөлмей араластырдым. Еш уақытта бір сыртқа сұхбатымда оны отырып алып, жерден алып, жерге салып жасаған жоқпын. Неге? Балам үшін, баламның бақыты үшін, баламның болашағы үшін. Мен жұмыс жасай келе, осы әкеммен де табысып, керісінше әкеме шешемнің табысып араласуына, әкемдегі мына Райхан сіңілімізбен араласуына мен мұрындық болып жолды аштым. Сондықтан да қазір рахат. Енді бүгін анам да бара жатыр, шашбауын көтеріп, інім де сол жақта, әпкем де деген сияқты, бәрі де сол тойға бара жатыр да. Мен папамның көзін тірісінде, папамның 73 жасында тойын жасағанда барғанымызда, бүкіл ауыл, бүкіл достары, бүкіл туыстар қызық қарайтандай, қалай бұл, қалай, ал енді бір-біріне қалай қарар екен, ал қалай аралас, қалай сөйлейді екен деп. Мен сіздерге айтайын, жүрекпен араласқан кезде сіз бір бүтінге айналасыз. Тіпті сіздің бөлек тұрғаныңыз, 4-5 жасыңда кетіп, ол кісінің жылулығын, тәрбиесін көрмегендігіңіздің барлығы ұмытылады екен. Сізге айтайын, жалпы мынау обида деген нәрсе бар ғой. Ары кеткенде бір 3 минут өмір сүреді да, біз оны аламыз да, кәдімгі ғасырларға аластырып жібереміз. Ана тасты көтеріп ойлаңызшы, сол арада сіз қаншама бойыңызға ауру жинап аласыз. Сол себепті де бүгін бізде той, қуаныш, жаным сол. Райхан, мен саған бақыт тілеймін. Деніңе саулық тілеймін. Күйеу бала екеуің бақытты болыңдар. Бір түйір қызсың, енді бір жатырдан шыққан, бір анаңнан Нұрбала, анамыздан енді Нұрбала тәте деген әдейін уайымдап отыр ғой, қалай болады, бақытты болса екен, күліп жүрсе екен, қуанып жүрсе екен деп. Осы бір өзің қандай сұлу әдемісің, сондай сұлу өмір саған тілеймін. Күйеу баламен бақытты бол. Сен бізді жақсы көретініңді мен жақсы білемін. Тура солай. Мен де сені жақсы көремін, жүрегіммен бақыт тілеймін жаным. Сенің бақытты болғаның, анаңның бақытты болғаны, ол әкеміздің арманының орындалғаны. Папам өлерінің алдында мен табысқан кезде, папаммен арманым жоқ, мен Райханды өзінің үйіріне қостым. Енді арманым жоқ деді. Сол сөзді айтқаннан кейін әкем менің концертіме қатысты, мен туралы дастархан бағдарламасына келіп қатысып сұхбат берді. Тіпті сол дастархан бағдарламасынан кейін мен мына көк көйлектемін, әкемді еркелеп ауылға шығарып салып тұрған кезім түнде. Сол біздің ең соңғы кездесуіміз болды. Мен оның өзін біраз уақыт өткеннен кейін ғана мен сол видеоларды көре алатын болдым да. Сол моментінде мен оны
Сонымен достар, бұл әңгімемде айтарым, орыстар айтады ғой, кровь не вода деп. Екіншіден, туған бір қан бауырлар ол саған еш уақытта көптік етпейді. Және біздің алдымызда кімнің өмірінде, тағдырында не күтіп тұрғанын білмейміз. Және біздің әке-шешелеріміз ерте ма кеш па бұл өмірден өтеді. Сол кезде оның тегін, ұрпағын, қанын, барлығын әрі қарай жалғастырушы да біз боламыз. Тіпті исламның өзінде де айтады: егер бақытты болғың келсе, бай болғың келсе, туғандарыңмен қарым-қатынасыңды түзе дейді. Ол ана шешеден туыпты, мына шешеден туыпты айтқан жоқ. Туғандарыңмен қарым-қатынасыңды түзе деді. Сондықтан екі анадан тусақ та бір қаннан, бір әкеден шыққан жандармыз. Аман болайық. Егер де сіздің де басыңызда осындай бір тағдырды өткеріп жатқан болсаңыз, кешіре алмай жүрген болсаңыз, болмаса өзіңіздің ішіңізде бұрынғы күйеуіңіз үлкен бір обида болса, оны балаға чипировать етіп, балаға передавать етудің еш қажеті жоқ. Өз шындығыңызға, ақиқатыңызға бетпе-бет ащы болса да қараңыз да, проблемаңызды шешіңіз. Егер сіздің ұрпағыңыз қиналмасын, ұрпағыңыз сіз көрген қиындықты көрмесін десеңіз, өзіңізбен тағы да жұмыс жасаңыз. Және осы проблемаларды шешіңіз. Бауырларыңыздың, туғандардың қай шешеден, 3 шешеден, 4 шешеден, 2 шешеден, тағдыр бұл әркімнің басында, екінің бірінің басындағы болып жатқан. Туғандардың қай шешеден, 3 шешеден, 4 шешеден, 2 шешеден, тағдыр бұл әркімнің басында, екінің бірінің басындағы болып жатқан. Араласыңыздар. Уақыт созбаңыз. Сәкен атамен деп сөйлесің. Сәкен атаменен жолығып қойдық бүгін. Қазақтың қабырғалы азаматы Сәкен Майғазиев өзі айтқандай, бүгін ата-атанды Аллаға шүкір жақында кішкентай ғана әдемі қызымыздың бауы берік болсын. Атасының аузынан ақ дегенде түсіп қалған қыздың бауы берік болсын. Сәбидің иісі жұмақтың иісі дейді қазақ атамыз. Шаңырақтарыңа мінекей жұмақтың иісін аңқытып келіп жатқан әдемі қызымыз, Алла нәсіп етсе, үлкен әдемі қазақтың қызы болып өсе берсін. Қуаныштарыңызға Қырқынан шығарып жатсыздар, кеше көрдік, барлығын көріп отырмыз. Тілеулеспіз. Сіздерге жұғысты болсын. Әмин. Әжесінің даусын таниды. Танима уже? Шықса да, кішкентай дүниеге келгеніне 40 күн болса да, әжесі бірдеңе деп жұбатса, еркелетсе, кемсеңдеп жылайтын шығарып жатыр. Кеше мен енді қасында алып, бесікке тербетіп. Сол үрдісті қайталайды. Үйкелі қазақ есіміз мақалағын құдасын сыйлаған, құдасын құдайындай көрмек деген. Ендеше біздің әулеттің қазыналы қариялары ата менен апамның өтініш бойынша, Қадырбек атамен оңласын анашының ұйғарымы бойынша, құрметті қонақтар, бір сәтте мен үшін емес, әкем менен жалын жеңгем үшін орнымыздан тұрайықшы, жаңа құдаларды орнымыздан тұрып қол соғып, Шымкентше шулап шақырайықшы. Жаңа құдалар келе жатыр. Осы әулеттің жеңгелері неге билеп шықпасқа? Кеттік. Қалай орнымыздан тұрып қарсысында туған туысқандар, құда-құдағилар, баршаңызға келесі кездескенше деп кетіп бара жатырмыз. Алла жолымызды берсін. Міне 2 қыз, 3 қыз болып кетіп бара жатырмыз. Туған сіңілім, жиен қыздармен аэропортта отырмыз. Ал аман есен үйімізге жетіп алайық. 2 жас бақытты болсын.